Простатит ауруы сізде болмас үшін топ 3 кеңес айтамын. Простатит негізінде 70% қан айналымының нашарлауынан пайда болады. Ол дегеніміз, сізде офисте немесе жүргізуші болып күніне 7-8 сағаттан көп отырсаңыз, ол кезде сіздің простата безіңізге қан айналымының келмеуінен без қабынады. Және де сіздер офисте жұмыс жасасаңыздар, күніне әр сағат сайын 5 минут қозғалыста болсаңыздар, сіздерде простата безінің алдын алуға шанс көбірек болады. Екінші, бұл бізде простата безінің ең үлкен жауы суық тию. Яғни аяқтан өткен суық сіздің денеңізге тарап, ол простата безін қабындырады. Ол дегеніміз суық бетон, суық скамейка және де суық жерде көп уақыт тұру арқылы сіздің өткен суық простата безіңізді қабындырып, сіздің түнгі дәретке шығуыңызға да себеп болады. Ал үшіншісі қарапайым созылмалы стресстен арылу, яғни ашуға бой алдырмау. Егер сіздерде кортизол гормоны көбейген сайын иммунитетіңіз дәл солай төмендей береді. Ал иммунитет төмендеді деген сөз сіздердегі простата безіндегі және де кіші дәрет каналыңыздағы ауруларды қоздырып, простата безіне алып келуі мүмкін. Сол үшін де аптасына бір рет денелеріңізге демалыс беру арқылы, таза ауада серуендеу, жеңіл жаттығулар жасау арқылы простатиттен 50%-ын алдын алуға болады.